ема қай жақтамын мен? Ема түрмеге қалай келіп қалғанмын мен? Мынау кім тағы? 6-7? Мә достар, 6-7-ның түрмесіндемін мен. Қалай мен бұлардың түрмесінен шықтым? Кеше ғана достарыммен ойнап жүрген сияқты едім ғой. Жарайды, маңызды емес, мен тез қашып достарыма қайтадан баруым керекпін. Так, мында менен де басқа адамдар бар екен. Енді шығатын жерді іздеу керек. Жалпы өздерің қалайсыңдар достар? 6-7-ның түрмесінен шығам деп сендермен амандасуды ұмытып кетіппін ғой. Так, мына қыз не істеп отыр? Күзетші сияқты ғой. Жоқ. Бостандықтағы адамдарды қарап отыр екен. Походу осы қыз келесі жертваны ұстап беретін сияқты. Так, бізге енді не істеу керек? Так, мынаның бәрі қайға шығып баратыр. Кроватта ұйықтаймыз ба, не істейміз? Жоқ. Мында вентиляция бар екен достар. Так, абайлаймыз. Ашыла ма? Ашылады екен достар. Значит, біз бұл жақтан қаша аламыз деген сөз. Кеттік, дальше жүріп көрейік онда. Так, не деп тұр? Продолжить удары дейді. Значит, мынаны ұру керек сияқты қазір. Арғы жолға жол ашылды. Так, енді астыға түсіп көру керек сияқты. Мұнда нелер тұр өзі? Двойной прыжок, жетпак дейді. Бірақ бұның біреуі де маған керек емес деп ойлаймын. Бұндай заттарсыз-ақ қаншама түрмеден қаштық қой бірақ. Уровень 2 дейді. Значит, бұнда уровендер бар екен. Бара-бара бұл уровендерде қиындай беру керек походу. Мынау кім тағы қып-қызыл болып тұр. Жарайды, маңызды емес, дальше жүріп көрейік достар. Очередной паркур. Так, мына кнопкалар, темірлер көтерілді достар. Дальше жүре аламыз деген сөз. Ема қысылып қалдым мен. Не өп кетті, шығамай кетті. Қайттан қысылып қалдым. Мына паркур кейін ба, или мен өзім паркур өте алмаймын ба вообще? Дальше тағы бір вентиляционный туннел ма, не мына өзі? Жарайды, барып көре берейік. Бір бәле болар. Алдымыздан 6-7 бампе шықпаса болды әйтеуір. Ән тұр, 6-7 тұр достар, қараңдар. Енді бізді көрмей, ұстамай қашып кетуіміз керек. Есік қайда өзі? Мына жақтан шыға ма? Жоқ, бұл жақтан да шықпайды екен. Біз походу 6-7-ге көрініп кету керек сияқтымыз ғой. Так, айналып өтіп кет. Жоқ достар, мені қуалайды екен ол. Қаш достар. 6-7 бізге бәрібір жете алмайды. Оның қараңдаршы қалай жай жүріп келатқан. Бәле болды осындай 6-7-дер түрмесіне қамап алып, одан тағы қашу керек еще. Сорлы 6-7 қыстырылып қалды. Жоқ, төменге түсіп кетті ол вообще. Қараңдар, қолынан түк келмейді 6-7-ның. Енді алаңдамай өзім жұмысыма кірісейін мен. Қай жаққа жүру керек вообще? Жарайды, адамдардың артынан жүре берейін. Может, сол кезде ғана шығатын тесік ба, немесе есік ба, білмеймін, соны кездестіретін шығармыз. 6-7 түріне қараңдаршы достар. Күлкілі бар ғой мына 6-7. Мынау вообще жабық қой. Ема достар, астыдағы кнопканы басуды ұмытып кетіппін мен, оказывается. Қайттан барып оны басып, қайттан келіп 6-7-нен қашып, енді қайттан кіру керек болды ғой. Жарайды, енді тез түсіп, қайттан басып, аша қояйық. Достар, егер сендер менің қашып кететініме сенетін болсаңдар, онда каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Так, 6-7 қайттан қуалып келатыр, бәрі жете алмайды достар. Қараңдар, қалай жай жүретін. Түрі де қорқынышты емес қой мынаның. Жүрген бір мультфильм қараңдаршы достар. Так, ана жерде қыстырылып қалу керек походу. 6-7 қыстырылып қалды достар. Ал біз дальше кете береміз. Келесі уровенді көру қажетпіз достар біз. Анда басқа адамдар вообще құлап түсіп отыр. Негізі оңай нәрсе ғой бұл деген. Қалай құлауға болады мына жерден? Жарайды, кеттік, мына туннел арқылы барайық. Так, енді қай жаққа барамыз? Мында басқа адамдар бар екен. Енді мына жақта ұшатын бірдеңелер тұр ма? Не тұр өзі? Туалетке кіру керек сияқты походу бізге достар. Так, мына есік ашылмайды екен. Мына жақта не бар? Жоқ, мына жақта екен туалет. Мына қараңдар. Вообще адамдар өліп жатыр туалеттің ішінде. Унитаздың ішінде вообще. 6-7-ге сонда бәрі ұрып тұр. Унитаздың ішіне салып өлтіріп тастаған ғой адамдарды. Менімен бірге түрмеде жатқан адам. Так, жерді қазу керек сияқты. Қазамыз. Біте ма мынау өзі? Бітпей. Болды, бітті достар. Қандай жерлер шығып жатыр. Бара-бара қорқынышты болып баратыр ғой мына жақ. Молодец, 6-7 түрмесін кішкене қиындатып соғыпты не болса да. Қараңдар достар, пол вообще лавадан жасалған. Менде жанып кетуге вообще желание жоқ, сол үшін абайлап тез өтіп кету керек. Так, осылай негізі оңай сияқты. Мына қыз құлап қалды. Надан вообще қалай құлауға болады? Мынаны керек десең 5 жасар менің інім өтіп береді ғой. Қараңдар достар, қандай айлакер 6-7. Өтірік ағаштарды да қойып қойған ғой. Жоқ, біз бұған алданбаймыз. Так, осылай енді анаған міне, оңай нәрсе. Енді мына жер басып алдық. Бұдан қалай өту керек? Походу ана қыздың өткенін күтетін сияқтымын мен. Ар жақта сынық баспалдақтар тұр екен достар. Енді құламай бірдеңе қылып өтіп кету керек. Маған бәрі мен мына қыздың өткенін по-любому көру керекпін, қалай өтетінін. Мынау жарым мені де күтіп тұр ғой. Секірді. Жоқ, құлап кетті достар.
походу мына ағашы сынып кеткен сияқты. Так, біз көрейік енді. Біріншісінен өттім, енді екіншісі қалды. Ема достар, лава қалып кеттім. Шүкір алла, тура сол жерден бастайды екенбіз. Жаңа 6-7 түрмесінен шығам ба деп ойлап едім. Все мынау оңай екен, негізі тез өтіп тастайтын дүние екен. Мен кішкене қорқып қалдым жаңа жерден, шынымды айтсам. Болды, өттік достар. Енді мынау вообще қандай жерлер шығып жатыр. 6-7-ның фантазиясы негізі шексіз екен шынымен. Аңғараңдар, астыда тікендер тұр. Походу, жоқ. Соған тимей тез өтіп кету керек біз. Негізі бұл да оңай сияқты, походу. Ана жерде бірақ лазер ма бірдеңе өтіп жатқан сияқты. Давай енді екіншісінен үшіншісі қалды. Достар, өттік мынадан да. Енді ары қарай не қалды бізде? Жоқ. Үлкен тас домалайды екен ар жақта. Ол походу сәл қиынырақ болу керек мынаған қарағанда. Қараңдар достар, қалай? Мынау менің оным шығады ғой. Еще қып-қызыл ғой мына тас деген. Давай, тез жүгіріп мына қабырғалардың арасына тығылып қалу керекпіз. Болды, мынау тимейді уже. Мына екіншісіне емес, сразу үшіншісіне жете аламын ба? Кеттік достар, қарайық. Давай, жетеді сияқтымын достар, что-то. Жоқ, кішкене қалып еді негізі бар ғой. Значит, сразу үшіншісіне емес, екіншісіне жайлап бару керек сияқты. Так, енді тез біріншісіне кіріп аламыз. Чут қалды. Енді достар, үшіншісіне емес, екіншісіне кірейік. Потому что үшіншісіне бәрі жете алмайды сияқтымыз ғой біз. Болды. Бұл ойынның сондай бір қулығы сияқты. Үшіншісіне жеткің келеді, бірақ жете алмайсың бәрібір. Енді ары қарай төбеге шығу керек сияқты. Достар, мына өзі қанша уровень бар? Енді уровень 9-ға жеттік. Походу ұзақ жүреді сияқтымыз. Дальше что-то біреу. Жоқ. Есік жауып қалды достар арттан. Так, енді жоқ мынау. Кім мынау вообще, қандай сахур мынау? Брейнроттар слишком көп, оның атын даже демайсың ғой. Так, қашамыз. Мынау кішкене тезірек жүгіреді сияқты 6-7-ге қарағанда. Походу мынаны басу керек бізге. Жоқ, ұсталып қалдық достар, болмады бұл жол. Давайте қайттан көрейік. Так, шығарды. Енді мынау қайттан жабылып қалады. Мынау сахур бізді қуалайды. Енді тек тез басу керек. Басылып қойыпты ғой достар уже. Так, енді басынан өтуге тырысып көрейік енді. Анау уже басылып қойған, значит, біз паркур арқылы мына жаққа кіру керек сияқтымыз. Мынау айтып тұрмын ғой, тез жүгіреді 6-7-ге қарағанда. Бірақ бұл баспалдақтармен шыға алмайды екен дальше. Қараңдар достар, басында пицца ма бірдеңе тұр мынаның. Мына брейнрот қалай аталады? Достар, комментарийға жазып кетіңдерші, а то білмейді екен. Мынау слишком оңай паркурлар. Так, өтеміз, секіреміз. Енді абайлап өтіп, тек құлап кетпеу керек достар бізге. А то ана брейнрот көтімізді айырып жібереді сияқты. Так, дальше қайқа барамыз? Мына жақта тағы бір 6-7 жарайды, маңызды емес. Мына жаққа барып көрейік енді. Мынаумен төбеге бару керекпіз. Қайсыр мынаны басама? Возрождение деп тұр. Так, басып көрейік. Жоқ достар, мынау бізді қайттан бастауға әкеледі екен. Значит, бұл возрождениені баспаймыз. Мына жерде бір рычаг болу керек төбеге шығаратын. Міне тұр екен ол рычаг. Давай басып көрейік. Төбеге шығып жатыр. Значит, біз енді 12-ші уровеньге өту керекпіз. Төбеде не шығады екен енді? Достар, қызық болса лайк басып, арнаға тіркеліп кетейік. Алда әлі қызықты видеолар көп шығатын болады. Мынау не? Мынау тез жүгіретін ба? Мынау қалай тез жүгіріп отыр мыналар? Так, таудың төбесімен барамыз. Мен мына жерге секірсем де жете алмаймын ғой, қалай істеп қойған. Жоқ, лава, астыда лава бар екен достар, құламау керек бізге. Так, давайте тағы да көрейік. Негізі ана жерден секіріп өте алмайды сияқтымыз бәрібір. Бір жасырын бірдеңесі болу керек, әйтпесе тек лаваға түсіп, айттым ғой достар, лаваға түсіп кетеміз әйтпесе. Так, жаңағы бала қалай өтіп кетті вообще тез, соны қарап алу керек еді бізге. Вот достар, мынау энергияны басады сияқты, енді көрейікші ал. Тез жүре аламыз ба, тез жүре алмаймыз ба? Достар, мына скоросымды қараңдар мен. Смело өтіп кетем енді. Так, енді құлап кетпеу керек бізде, айтпесе астыда лава тұр. Давайте тез. Мына скоросыма өзім таңғалып отырмын. Кәдімгідей тез жүгіреді екен. Темір паркурлер. Бұған да скорос керек сияқты. Давай, тез баспалдақ. Болды достар, өттік. Дальше бізде 13-ші уровень қалды енді. Баспалдақпен шығамыз. Мына жерде бізде ештеңе керек емес. Дальше шығамыз. Мына жақ вообще қызық болып отыр негізі. Қайттан туалет па? Мынау не өзі? Жоқ, хранение дейді. Ашып қарай қал. Возрождение деген кнопканы екінші рет баспаймыз. Не екенін білеміз уже бәріміз. Қайттан бізді өлтіріп басынан шығарады. Так, дальше жүріп көрейік. Найдите лестница дейді. Бізге лестницаны табу керек. Ол қай жақта бірақ енді. Мынаның есігі қалай ашылады? Бағана хранениеға бару керек сияқты достар бізге бәрібір. Біз сол жақтан баспалдақ па бірдеңе табу керекпіз. Мұнда камера, телефондар алынбайды екен. Значит, осы бір жақын жерде лестница болу керек достар. Давайте бір хранилищеге кіріп көрейік. Міне лестница табылды. Так, енді аламыз, потом не істейміз? Давайте жаңағы жерге барып көрейік, бір мәнісі болар.
Так, мына лестница слишком жеңіл ма или мен слишком мықтымын ба? Вот достар, төбеде тағы бір баспалдақ тұр екен. Осы арқылы біз шығып кету керекпіз походу. Мынау мен баспалдағым жылжып жіберіп жатқан несі? Мына ашамыз. Жетпей тұр бойым, мына орта жаққа қарай қою керек сияқты. Мынау да маған мешать етіп болмады ғой мынау да. Примерно осылай бұл жер емес, осы жерге біз жететін сияқтымыз достар. Ана жерге секіру керекпіз ба, түсінбедім. Тағы біреулер адам көбеймей тұрғанда тез кетіп қалайық. Вот достар, шықтық біз. Давайте ең төбесінде не бар екен? Тағы түсеміз. Вентиляция бар. Давайте осылай жүріп тікендерге құламаймыз. Біз уже үйреніп қалған адамбыз. Қалайша мынау мені ұшырып әкетпей тұр. Мақыл маңызды емес, баспалдақтан жаймен шығып қарайық енді. Тоже немене әлі достар, лабиринт болып кетті. Вот все, паркур табылды. Конечно, құламасам мен болам ба? Арасында бір-екі рет құлап тұрған дұрыс негізі. Мен қайтадан жетпей алдым достар. Арасында бір-екі рет дегенді қатты қабылдап қойған сияқтымын мен. Енді осы жолы абайлап тез өтуге тырысайық енді. Қараңдаршы достар, енді 15-ші уровеньге жеттік. Алда әлі не болатыны қызық болып тұрмаған. Арғы бетке секіріп жете аламын ба, жете алмаймын ба? Давайте көрейік. Достар, жеттік. Бұл деген оңай екен ғой негізі. Жүріп төбеге қарай бару керек сияқтымыз. Мынау қай жаққа алып барады, мен сонда тым түсініп тұрған жоқпын. Жарайды, енді сонда да тез жүріп артынан барып көрейік, бір жерге шығатын шығармыз, может быть. Вот міне, мына жерде тағы бір туннел ма бірдеңе тұр. Мен уже шаршап кеттім достар. Қаншама рет секіріп тастады, қаншама рет лаваға құлап кеттік уже. Не деп тұр? Закрыть клапаны дейді. Міне бір клапан астында. 3 клапанды жабу керек сияқтымыз. Пока давайте көрейікші, клапанды жаппай өте аламыз ба біз? Өте алмайды екенбіз достар. Значит, клапандардың бәрін дұрыстап жауып барып өту керек бізге. Давайте астындағысын бірінші жауып көрейік ал. Неге андай үшеуін бірден жабатын қып істемеген? Әрқайсысына бір клапаннан. Ойынды слишком қатты қиындатып жүріпті, не болса да. Давайте ал жабайық. Біріншісі кетті ал. Енді бізге екеу қалды. Тез жауып, ары қарай өтейік. Достар, видео ұнап жатса лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің лайктарыңыз маған мотивация. Подписка істесеңіздер вообще күшті күніге видео шығатын болады достар. Давайте екінші клапанды жабайық. Мына 6-7 әдейі істеп қойған сияқты, негізі клапандарды еще бір-бірінен алысқа қойып қойыпты. Давайте осы жерден секіре салайық. Үшіншісін жабамыз и өтеміз. Енді тек астына түсіп кетпеу керек, то білесіздер ғой, қайттан бастауға дым желание жоқ. Абайлап өтіп тез өтіп кетейік достар. Мына баспалдақтармен шығам деп менің уже бицепсім қатайып қалды. Соңына қарай мен качок болып шығатын шығармын, может, кім біледі. Клапандар жабылған, енді смело өте берсек болады. Жоқ, трубамен жүре аламыз ба деп ойлап едім. Жоқ, болмады. Клапандар жабық тұр екен достар, сохраниться етіледі екен бұлар. Енді трубаның үстемес, чисто осы жермен өтіп көрейік ал. Достар, кішкене тездету керек, то 6-7 біздің артымыздан кеп қалу мүмкін. 6-7-нен ондай нәрселер шығатын сияқты. Осылай секіреміз и өттік достар. Енді қайтадан мына каналдың ішімен жүрейік. Қай жаққа апарады екен көрейікші. Қайттан бірдеңе шыққан сияқты. Мына жақта вентиляция тұр. Достар, вентиляция итеріп тұр, мен енді тек секіру ғана қалды маған. Еш жерге құламау керек, то басынан бастаймыз, білесіздер ғой достар. Жоқ достар, құлап қалды өкінішке орай. Давайте қайттан басынан көрейік ал. Осылай. Мына көк сызыққа жеткенде ғана секіру керек сияқты маған. То дейтін жаңағыдай құлап қалуымыз мүмкін. Негізі мынаны былай қарап тұрсаң, оңай дүние екен ғой. Просто өзім кішкене қорқып қалғаным бар жаңағы 6-7-нен, сосын мандражда құлап жатырмын. То құламаймын негізі достар. Міне өттік, енді тағы да баспалдақ достар. Баспалдақ бітпей ма уже? Баспалдақ көрсем жүрегім айнып жатыр. Жарайды, дальше не бар бізде? Мынау бізді төбеге ұшатты, значит, кеттік ал төбеге. Давайте достар. Мынаның ішіне кіретін сияқтымыз. Или что? Осының ішіне кіретін сияқтымыз ғой достар. Тағы да туннель. Осы туннельмен жүрсек. Біз енді қаяқтан шығамыз? Мынау қай жақ? 6-7-нің базасы ма қайттан? Давайте асықпай жүріп көрейік ал. Қараңдар. Күзетші мынау қандай брейнрот достар. Маңызды емес, қашу керек. Бізге ана жақтан барып, походу автомат алу керек сияқты достар. Бірақ мынау карандаш па не өзі бір бәле атып отыр достар. Қараңдаршы, тым көрінбей жатыр алтта. Еще бұл мені қазір ұстап алса, басынан бастаймыз осында. Жоқ, бұған барынша ұстатпау керек. Мынаны алып, атамыз ал. Береді карандаш. Жоқ, достар, қайттан басынан бастаймыз ал. Давайте карандаштың көтін айырайық достар. Кішкене жақындатып алайық. Мені қазір. Достар, мынаның вообще жаны кетіп отқан жоқ қой. Ішіне қарай ату керек екен достар. Карандаш бәрі жете алмайсың, маған қоя сал осы жерден. Все, болды, оттық достар. Енді достар, карандаш жарылып кетті. Ладно.
карандаш қайттан шықпайтын болар да. Жоқ екен достар. Мынаны қараңдар, мына автомат вообще ананас, алма, агуша не атып отыр мынау вообще. Так, енді біз походу тіке кету керек сияқтымыз. Карандашты өлтірмей-ақ тіке кетуге болмайтын бет жаңа. Жарайды, маңызды емес, тіке кетіп көрейік ал не шығады екен. Так, мынау қаяққа апарады мынау өзі. Давайте секіріп көрейік ал. Ема, құлатып жіберді мынау мені. Так, қорықпаймыз болып. Ема, достар, көрдіңдер ма қалай құлатып жібергенін? Жерге түсіп кетем ба деп ойлап едім, бірақ жанымыз бар екен негізі. Соған қарағанда бір жерім жеңіл болып тұрған болып тұр достар. Так, қайтадан баспалдақ. Мынау вообще қай жерге апаратын баспалдақтар өзі? Әйтеуір бір бітпейтін баспалдақтар. Достар, выход деп тұр, шығу ма мынау? Жоқ, шығу емес. Тағы да бірдеңе шықты алдымыздан. Ема, достар, мына қараңдар, лазерден өту керек походу. Мына жер бағанағы жерлерге қарағанда сәл қиындау екен. Өтеміз достар, сонда да өтеміз. Так, енді тимеу керек. Сиксе не істеп саған базасын, мынаның бәрін қаяқтан тауып алған, лазер, мазер. Вообще, Сиксе негізі қу екен, слишком. Все өттік. Так, дальше қаяққа барамыз, мына жол қаяққа апарады. Аха, так, жүреміз. Ана жақта паркур тұр. Неғыл дейді? Используйте металлические таблички дейді. Походу, мына баспалдақпен шығып, табличкаларды тауып алу керек сияқтымыз. Давайте табличка бар ма, көрейік ал бірінші. Шығамыз. Так, возрождение дегенді баспаймыз достар. 3 табличка тұр екен, үшеуінде жерге лақтырып тастайық достар. Оны әрқайсысын шығып лақтырып жүргенше уақыт слишком көп кетіп қалады. Лақтырамыз. Енді так табличканы аламыз. Қойайық ал осы жерге. Нормально сияқты по идее. Жоқ. Секіру басылып кетті достар. Негізі лақтырам ба деп ойлағам қолымдағы темірді. Так, анау түсіп кетті ғой вообще достар. Так, енді екіншісін нормально қояйық. Мынаны алайық, потом ана жерге қояйық. Солай ғой, в общем, достар. Енді мынаны құлатып алмау керек. Так, былайынан түсу кете аламыз ғой достар. Достар, екіншісінде құлатып алдым. Так, енді біреу қалды да, сонда енді асықпай өту керек сияқты. Өттік, енді бір темірді аламыз. Тура ортасына туралап қоймасын құлап кетеді екен достар, көрдіңіздер ғой. Так, асықпаймыз, төбесіне қарап алайық. Мына құлайды екен достар, кішкене артқа барып келу керек сияқты. Вообще ыңғайсыз достар, негізі бар ғой, ойнап көріңіздер өздеріңіз. Так, осылай нормально сияқты по идее жіберіп көрейік ал. Давай, нормально достар, құлаған жоқ главный. Так, давайте үшіншісіне де осыны алып қояйық. Мына үшінші жер сәл қысқалау екен, сол үшін бәрібір қалай қойсақ та. Так, енді ар жаққа жол ашылу керек бізге де. Аха, дұрыс. Пострелить в руки дейді, кімнің рук? Ема, достар, қараңдар, робот тұр ар жақта. Мен жаңа фрукты ататын базукам емес пе? Так, давайте қолына атайық. Чисто қолына атсаң тиеткен қараңдар. Ема, достар, не қолмен атып атыр бізде? Так, асықпаймыз, бәрібір тигізе алмайды. Екі қолын сындырып тастасақ ұтатын сияқтымыз походу. Бергел, сен тек қолын ғана атады, басқа дым пайдаң жоқ сен. Так, мәсаған кішкене жаны алып тағайық. Мынау да жарыламай енді, жарылмай ма? Жоқ, атады екен жанына, қараңдар. Бірақ жеткен жоқ маған. Так, енді не істейміз? Мұнда машина тұр достар. Машинамен походу қашып кететін сияқтымыз. Сонымен бітем екен или бітпей ме екен? Походу бітпейді сияқты. Негізі 25 уровеньге дейін бару керек. Біз енді 23-ке келдік. Ары қарай не болады екен? Так, давайте жүрейік ал. Неғып жүрмей жатыр? Все болды, давайте. Опа, забордың көтін айырып кеттік достар ал. Сауал 6-7 базасынан қашып кеттік ал достар. Маған қызық тұр, қай жаққа дейін апарат екен, или әлі бар ма екен әлі? 24-ші уровень дейді. Тағы бір уровень қалып достар. Енді ол уровень қаяқта? Көрсетіп тұр, мына жақпен бар деп тұр ал. Барып көрейік достар. Шөл дала қараңызшы достар, брейнроттар толып тұр, немене әлі сатылатын нәрселер ма? Мен негізі онша көп брейнроттарды біле бермеймін. 6-7, сахур, балерина, капучино, сондайларды ғана білемін. Мыналарды танымай тұрмын что-то. Так, давайте тағы да баспалдақ шықты. Енді төбемен барамыз. Төбеде походу бізді бірдеңе күтіп тұрған сияқты. Мынау кішкене бағанаға қарағанда қиын екен достар. Қараңдаршы, вообще жетпей жатырмын мен. Так, давайте басынан енді асықпай өтіп көрейік. Негізі өтуге болады. Асықпаймыз. Мынаның төбесімен трубалар шықты. Трубалармен енді абайлау керек, кішкене аяғымыз тайғанап кетпесін. Аха, осылай. Так, екінші труба, ар жақта тағы бір баспалдақ. Бітпейтін баспалдақ айттым ғой достар. Баспалдақты көрсем уже жүрегім айниды. Ема, достар, төбеде біз вертолет күтіп тұрген ал. Ұшамыз ба? Давайте ұшайық. 25-ші уровень өттік достар. 6-7-нің базасынан қашып кеттік. Қаяққа апарады енді. 6-7 базасынан қайтадан апарып тұрмасын достар. Сау бол, 6-7. Все, достар, 6-7-нің базасынан өттік. Енді мен смело достарыма бара берсем болады. Достар, егер осы видео сендерге ұнаған болса, лайк басып, подписаться етіп кетіңдер. Алда әлі қызықты видеолар көп шығатын болады.